Сол кездегі сметалық құжаттар мен жайлы мектептердің сметалық құжаттарын көрген кезде жер мен көктей. Жалпы бұл қаржыны кім бекітті, кім тексерді, бағанағы аудиторлық палатадан тыс алдын ала кім бекітті деген сұрақтар үлкен сұрақ туындатады негізі. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Қайырлы күн. Біз Ақ жол фракциясының депутаттарының сауалдарын, мәлімдемелерін ары қарай талқылауды жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымыз Қазбілім Групп компаниясының басқарма төрағасы Аятжан Ахметжанұлы. Енді Аекеңді таныстырып жатудың қажеті жоқ. Аекең қоғамда, жалпы әлеуметтік желілерде өте белсенді азамат. Мына білім берудің бір құлағын ұстап тұрған азамат деп айтуға болады. Оның ішінде қазақша білім беру, таза қазақ тілінде білім беру саласында айналысып жүрген азаматтар. Мынау кешегі сәрсенбі күні Ақ жол фракциясының тағы да депутаттық сауалдар жолдады. Сол жауалдардың ішінде мына жайлы мектеп мәселесін бүгін Аеке сізбен осы талқыға салайық деп отырмыз. Қысқаша кешегі Ақ жол фракциясының депутаты Қазбек Киса кешегі жариялаған депутаттық сауалдың мазмұны бұл мынандай. Жайлы мектеп ұлттық жобасына ұлттық қордан 2023-2025 жылдар кезеңінде 1 триллион 493 миллиард теңге бөлінген екен. 23 жылы 500 миллиард, 24 жылы 646 миллиард, 25 жылы 347 миллиард. Осының барлығын үйлестірушісі құлағын ұстап отырған Қазанның Самұрық Қазына Констракшн компаниясы. Енді ұлттық жобаның аясында 25 жылға дейін елімізде 842 мың оқушыға арналған 401 жаңа мектеп салу қарастырылған еді. Жалпы бюджеті 2,6 триллион теңге болған. Кейін бюджет тапшылығына байланысты 24-25 жылдар барлығы 740 мың оқушы орын арналған 369 мектеп салу жоспарланды. Алайда Қазақстан Республикасы үкіметінің 24 жылғы 19 желтоқсандағы нөмірі 1079 қаулысымен қаржыландыру сомасы 1 триллион 493 миллиард теңгеге дейін кемітіліп, құрылатын жаңа оқушы орындары 460 мың 400-ге дейін 217 мектепке дейін қысқартылды. Енді жоғарғы аудиторлық палата тексеру бойынша жайлы мектеп жобасы аясында тек 2023 жыл қорытындысы бойынша 311,9 миллиард теңге сомасында бюджет қаржы тиімсіз жоспарлау және пайдалану фактілері анықталған екен. Осы жайлы мектеп жобасында мектеп құнын асыра көрсету жөнінен социалистік жарыс өткен секілді. Өйткені мектептердің құны 9,5 миллиардтан асып кеткен. Данышпан Эйнштейннің заңы бойынша барлығы салыстырмалы түрде анықталады. Шымкентте өте жоғары деңгейде озық жабдықталған 1338 оқушыға арналған жекеменшік 4 қабатты, 3 қанатты әуежан мектебі 1 миллиард 720 миллион теңгеге салынған. Ондағы бір орын 1 миллион 285 мың теңге. Сөреті міне. Яғни ал көлемі осы мектептен 138 орынға аз болса да 1200 орындық жайлы мектеп 6 миллиард 413 миллион 748 мың теңгеге салынған. Бұл әуежан мектебімен салыстырғанда бір орынға 4 еседен де көп. Ал 2 есе аз 600 мектеп, 600 орындық жайлы мектеп 4 миллиард 600 миллион 327 мыңға салынған. Бір орыны бұның 6 есе көп. Ал 2000 орындық мектептер 9 миллиард 630 миллионнан асып кеткен. Сонда, яғни сапалары бірдей болса да жекеменшік мектептен жайлы мектептің құны 4-5 есе көп. Бұл үкілеп отырған ұлттық қордың қаржысы 4-5 есе шығын болды деген сөз. Сонда бір мектептің орнына 5-6 мектеп салынатын қаржы қайда кетті? Енді бұны салыстырып айта беретін болсақ, бұндай фактілер көп. 4-5 еседей көп болып жатыр. Бұл енді Самұрық Қазына жалпы квази мемлекеттік сектордың бюджетін ашық қылу туралы Ақ жол партиясы көп жылдан бері көтеріп келе жатыр. Бұл үйдің ішіне тігілген екінші үй.
квазисектор деген, бұның құрылысы да, бюджеті де, жалпы өзі қазақта жақсы мақал бар ғой, қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деген. Соның кері келіп тұрған сияқты ғой. Бұл енді осындай 4 есе қымбат мектеп салуға, мектептің қабырғасын кірпіштен емес, әлде алтыннан қаралып жатыр. Болмаса мұғалімдердің бәрі Нобель сыйлығының лауреаттары ма? Болмаса енді бір 4 есе қымбаттаудың бір негізі болу керек қой. Енді осы жалпылама сұрақтардың барлығына Айеке осы білім саласын, мектеп саласын айналысып жүргеніңізге көп уақыт болды. Соны өзіңіз бір жайып, анықтап, қандай мәселелер бар, соны айтып берсеңіз. Қайырлы күн баршаңызға. Бұл жерде 2-3 мәселені бөліп қарастыру керек. Бірінші, жайлы мектеп жобасы алғаш басталғаннан бастап, жайлы мектеп жобасының, жайлы мектеп ұлттық жобасы президенттің бастамасымен басталған кезде өте қатты қолдағандардың біреуімін. Себебі біздің мектептердің үш ауысымдылығы, апаттық жағдайдағы мектептердің көптігі, бұл біздің балалардың бүгінгі бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді. Біздің мектептің барлығы, біз егер бином мектептер салынған кезде, осындай мектептер болу керек, ауылда да болу керек деп, соның деңгейде жайлы мектептің жобасын көрген кезде біз қуандық. Өкінішке орай, сол ұлттық жобаны әжептәуір әнеді пұшық айтып қор қылды дей ме? Сол сияқты президенттің бастамасымен басталған керемет жобаны сиыр құйымшақтатып, қысқартып, бастапта 1000 мектеп болады деді, кейін 800 мектеп болады деді, кейін бағана өзіңіз айтып отырғандай 469 мектеп болады деді, одан кейін 359-ға түсті, енді 271-ге түсті ме? Жалпы кеміп келе жатыр. Бұл баяғыдағы 1000 мектеп 1000 аурухана деген, 100 мектеп 100 аурухана деген жобалар болған, соларды еске салады да. Және бағана сіз айтып қалған мұғалімдер Нобель сыйлығының иегері ме деген сияқты, бұл қаржыға мұғалімдердің жалақысы немесе ашылғаннан кейінгі шығын кірмейді. Яғни есіктің кілтін таптырғанша кіретін қаржы. Сонымен есептеген кезде шынымен осы 271 мектептің қаржысын егер үнемді, тиімді жұмсаса, онда 2 есе, менің көзқарасымда, 2 есе, яғни бір 540 мектеп салуға болатын еді деп ойлаймын өз басым. Дәл сондай сыйымдылықтағы, дәл сондай. Бір кезде бізде естіп таңғалғанбыз бұл жобаны. Өзімізде енді мектептер салуға, жекеменшік мектептерін салуға көмектестік деген сияқты, яғни проектілерін қарап беріп, жобасын жасап беріп, біраз мектептерге көмектестік. Сол кездегі сметалық құжаттар мен жайлы мектептердің сметалық құжаттарын көрген кезде жер мен көктей. Жалпы бұл қаржыны кім бекітті, кім тексерді, бағанағы аудиторлық палатадан тыс алдын ала кім бекітті деген сұрақтар үлкен сұрақ туындатады негізі. Өйткені дәл қазір елімізде бюджеттік тапшылық болып жатыр. Мемлекет бірді екі ете алмай жатыр. Сондықтан да ендесті көтереміз, салықты көтереміз деген әртүрлі дүниелер айтылып жатыр. Оның сыртында жылда ұлттық қорға қаншама қол салуға тура келіп жатыр, осының бәрі. Сондықтан бюджеттік жоспарлау, бюджетті үнемдеу басты сұрақ болу керек деп ойлаймын. Бұл жерде егер қадағалау болмаса, ол кез келген тендер бөліп жеңдер деген дүниеге кетіп қалуы мүмкін. Оны салып жатқан компаниялар қаншалық отандық материалдар тістетіп жатыр деген тағы да сұрақтар туындайды өзі. Сондықтан бұл мәселені бөлек кешенді қарастырылу керек. Және бұл цифрлар енді ұлттық жобаны бастап берген президент қой. Президенттің алдына қойылу керек деп ойлаймын. Яғни сіздің керемет жобаңыз осылай болып жатыр деген сияқты. Енді Айеке, сөзіңіз аузыңызда, мен ойлаймын, ең бірінші президенттің аузымен айтқызды ғой, осынша мектеп салынады деп. Енді президенттің алдына осындай қысқарып кеткеніне президент хабардар ма екен деген сұрақ болады. Мен сол сұрақты қойғым келіп отыр. Мысалы, президент
аузынан осынша мектеп салынады деп айту үшін негіз болу керек. Бір ақылдасып осындай, бірақ аяқ астынан президенттің айтқаны, берген уәдесі бір басқада, артынан үкімет бізді осылай қысқарта салады. Осынша мектеп салынбайтын болды, енді осылай қысқартты. Осыған бір негіз бар ма қысқартуға? Меніңше негіз Аяқ астынан болған дүние емес пе бұл? негізді бір ғана негіз жасап отырмық, бұл жерде қаржының тапшылығы деген негіз. Бірақ мен жалпы жүздік жақтан негіз жоқ деп қараймын. Себебі неге? Елімізде дәл қазір 3 ауысымда неше мектеп бар? Тіпті кейбір мектептерді салған кезде мен күлкімді келтірді. Бір ауылдық мектеп, ауылда 3 ауысымды мектеп бар. Алматы облысында жаңылмасам. Және сол Түркістан облысында да бір сондай жағдайға мен ақпараттан оқыдым. Ауылдағы мектеп 300 балалық мектеп бар ауылда бұрын. Ол қазір 3 ауысымда оқиды. Мектепте 700 қанша балалық мектеп бар. Оқушы бар. Енді соның қасына тағы 300 балалық мектеп салып жатты. Мен сұрақ туды. Ол 300 балалық мектеп салынып біткенше бала тағы көбейеді. Өсіп жатқан ауылдар. Енді солтүстіктің ауылдар сияқты жабылып жатқан емес. Алматы облысы, ол Түркістан облысы дегендер өсіп жатқан ауыл. Ертең ана мектепті ашып болған кезде екі мектепте 2-3 ауысымды болып кетпей ме? Одан кейін екінші сұрақ туындады, сол бағана қазір жұмыс істеп отырған 300 балалық мектеп салынғанда 50 жыл болған мектеп. Ертең ол апатты болса, жайлы мектеп 3 ауысымды болып кете салады. Бұл қандай жобалау деген сұрақ туындады. Нақты қалай зерттелді? Ертең ана жұмыс істеп тұрған мектептер қанша жылға жарамды мектептер? Мысал. Мына салынған жаңағы жайлы мектептің жалпы өзі ішіне кіріп, мысалы мына стол 20 мың теңге тұратын болса, олардың қойған столдар 120 мың теңге, мысалы оның қасиеті қандай деп бір қолмен ұстап, көзбен көріп, саралап көрдіңіздер ме? Мен жайлы мектептерге барып көрдім. Енді нақты мен енді ішкі сметасын көрмегеннен кейін айта алмаймын. Жалпы құны туралы білем, мысалы 2000 балалық мектеп 9 миллиард деген сияқты. Құнын, жалпы құнын білем. Бірақ біз көрдік енді керемет заманауи жабдықталған, заманауи партордықтар, заманауи интерактив панельдер деген сияқты. Қарап отырсаң жақсы. Бірақ оның қанша құны, қанша қалынды дегенді білмеймін. Енді бұл мектептер ашылудың алдында бұрынғы мектептер қалай болды? Ғимарат салып кетеді, салады, кілтін бере салады. Ішінде енді бір ұрсаң сынатын парта тұрады. Есігін түртіп қалсаң саусағын кіріп кететін есіктер тұрады. Мен де жаңа бір мектепті қабылдап алдым. Бір кезде директор болып мемлекеттік мектепте отырған кезде, сол кезде өте әлсіз. Сосын мектептің лицензиясын алу үшін өкіметтен қайта қаржы сұрайсың. Маған интерактивный панель керек, маған тақта керек, маған парта жетіспейді. Құрал жабдық деп қайта сұрау. Қарасаңыз, смета бәленге жасалды. Одан кейін тағы да директор мемлекеттен бюджет сұрап жүрді. Осы жағдайларда біз енді аңыс еттік. Экс-президенттің, экс-немнен тұсында, экс-министрдің тұсында. Бұл болмайды. Неге? Кілтін тапсырған кезде бәрін дайындап, мектепті бүгін ашады, ертең бюджетке барып, қайта қаржы сұрап отырасың. Олай болмау керек қой деп. Ал қазіргі кезде енді шынымен де 9 миллиард, 6 миллиард, 7 миллиард деген енді мен үшін 9 миллиард деген кемінде 3 мектеп салатын қаржы деп ойлаймын басым. Бұның барлығы жаңағы самұрық қазына констракшн деп отырмыз ғой. Солардың яғни жоспарлауы мектепті салудың. Ары қарай қаржының жоспарлауынан сонда қадағалаудың болмауынан болып тұр ғой. Болмауынан деп ойлаймын. Енді қазір енді өткізіп алу үшін мекеме оқу ағарту министрлігі ғой, жаңылмасам. Өткізіп алған кезде мына зат осы құнға тұра ма деп нарықты тексеруге болады деп ойлаймын, мысалы. Нақты
мына парта 80 мыңға алынды ма, бұл парта нарықта 80 мың ба? Нақты қанша? Әйтпесе бүкіл компьютерлердің параметрлерімен тексеріп әрбірін өткізіп. Енді кейбір сөздерге қарағанда кейбір мектептері әлі қабылдауға дайын емес мектептерді ашқан дегенде әріптестер арасында сөз бар. Жайлы мектепті ашты, не қылды, одан кейін әлі заттарымыз толық емес. Бізде өзі мынау кез келген шарада мынандай науқаншылық болады, жаңа сіз айтқандай 100 мектеп, болмаса 1000 мектеп, бір осындай цифрлармен әуестік, болмаса бір юбилейге қарсы, бір тәуелсіздік мейрамына қарсы, болмаса басқа бір дүниелерге қарсы деп осындай бір науқаншылық. Енді мен 8 қалада Қазбелем ұлттық лицейлерін ашып, сол Қазбелем ұлттық лицейлеріне 8 қалада оқушы мұғалім қабылдап отырған адам ретінде мұғалімдердің тест алу арқылы, өз пәнінен, басқа емес, өз пәнінен біліктілік тестін алу арқылы біраз сұрақ туындайды. Олар қаншалық өзінің пәнін білмейді деген сұрақ, өйткені өте көп конкурсқа қатысатын адамдардың ішінде өз пәнінен 50% жинай алмай, өте алмай тұратын екінші турға өте алмай тұратын мұғалімдер көп. Біз бұл мұғалімдерді қайтеміз. Сондықтан да біз жайлы мектептердің бір енді сондай қаржыға салып жатырмыз. Ол ертең дұрыс болу үшін бір кезде ұсыныс бергенбіз. Мысалы біз неге жайлы мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептер сияқты бөлек іріктеу, қатаң басқару мүмкін білім басқармаларына бермеу керек шығар. Назарбаев зияткерлік мектептері сияқты дербес басқару ұйымы болу керек шығар. Тікелей министрлікке қарату керек па деген сияқты сұрақтар көтергенбіз. Өйткені ертең сонша бюджетке салып алған мектеп, бағанағы өзіңіз айтқандай жайсыз мектептің қатарына кіріп кетсе, ол обал мемлекетке. Әрине. Адами капитал дайындауға обал. Бағанағы сұрағыңызға басыңыздағы жайсыз мектеп болмайды. Өкінішке орай жайсыз мектеп бізде елде бар. Неге ол қандай мектеп? 3 ауысымды мектеп. Бала 3-ші ауысымда қысқартылған негізде оқиды. Бір сыныпта 40 бала тұрады. Ол әрине балаға жайсыз. Өзі Айеке, мынау қазіргі парадокс, мысалы халық тығыз орналасқан, халықтың саны сондай көп оңтүстік аймақтарда, үлкен қалаларда осы жаңа 3 ауысымды мектепке дейін оқып, осы күнге дейін отыр, кейбір жерде. Ал енді кейбір солтүстік облыстарда 200 оқушысы бар жерге 400-500 орындық мектеп, 1000 орындық мектеп салып қойып қазір. Мен өзім Шығыс Қазақстанда сол мектепті жылыта алмай отырған ауылдар бар. Ана ел болып ақша коммунальный жауабы. Ел болып ақша жинап, мектептің жартысын кірпішпен қалап тастап, өйткені жылыта алмай отыр. Жарты мектепті жылытып отырған, сонда мына білім министрлігі жалпы осыны бақылап, қадағалап, дер кезінде шешім қабылдап, әлде бір бекітіліп келген тек басты мақсат қоқитып мектеп сала салу ғана болды, ары қарай ол мектеп күл болмаса бүл болсын деген сияқты сондай бір көзқарас болып тұр. Жалпы жоспарлау мен іске асырудың қателігі ғой бұл жерде. Әкімдер қаншалық жанашыр? Мысалы, бізде 3 ауысымды мектеп жоқ, жалғыз облыс бар. Білетінім. Қателесіп мүмкін, бірақ нақты ақпарат деп ойлаймын. Ұлытау облысы ғана. Ол жерде 3 ауысымды мектеп болатындай емес енді. Халқының саны оңтүстіктің оқушысының санынан аз облыс қой мысалы. Басқа өңірдің бәрінде 3 ауысымды бар. Ондай болатын болса, бағанағы жерге мысалы 200 оқушысы бар жерге 600-700 балалық мектеп емес. Неге 3 ауысымды мектептегі жерге санын көбейтпейді? Бұл жоспарлауға байланысты. Енді мен жоспарлауға байланысты қателік мынада деп ойлаймын. Жалпы біздің елде, мен енді саясаткер емеспін, бірақ білім саласының бір жоспарлауына байланысты айтатын дүние, бізде әкімдер мен министрларда саяси карьерасында мезгіл жоқ. Дұрыс айтасыз. Бір осындай жоспар жасадым, мысалы, осындай мен 5 жылға мынандай жоспар жасадым, мынаны істеп кетем, 5 жылда мынандай деңгейге жеткізіп кетем деген мақсат жоқ. Тек қана өрт сөндіріп 1 жыл отыру мүмкін. Ұшарын жел біледі, қонатын сай біледі. Мен
бұл жерде ар кезде 1 жыл отырам, 2 жыл отырам, 1-2 жыл шу шықпасыншы өз деп министр да әкім де сөйтіп отыратын сияқты көрінеді маған. Күдігіңіз өте орынды. Мына временщиктер дейді ғой, мысалы облысқа келетін әкімнің біз бір бағдарламасын білмейміз. Жалпы өзі Ақжол партиясы негізі осы сайлау әділ болады, жаңағы осылай әр партияның өкілдерінен үкіметті құраймыз деген басында бір сондай үміттендіретін осындай бір уәделер болды ғой. Сол кезде біз айтқан едік, кез келген министр, кез келген әкім өз бағдарламасымен келу керек. Премьер-министр өз бағдарламасымен келу керек. Ертең әділ сайлау болатын болса, мына келген біз мына құрылған үкіметтің қазір кім қалды, кім қалмаған есімізге сақтап үлгермейміз қазір. Әкім болып барады, шығыстың әкімдері ауысып жатыр. Абай облысы. Мысалы, кешегі вице-премьер болып келген шығыстың әкімі Ермек Көшербаев. Шығыс Қазақстан облысына қанша уақыт әкім болды? 1,5 жыл. 1,5 жыл. Не тындырды, не бітірді. Не бітіріп, келесі деңгейге көтерілді, яғни өсті ғой енді. Вице-премьер-министр болды, премьер-министрдің орынбасары деңгейіне қандай еңбегімен 1,5 жылдағы келді деген сұрақ туындау керек деп ойлаймын. Сондықтан егер кез келген жерде кез келген адам өзінің бағдарламасын соңына дейін жеткізіп немесе белгілі бір нәрселерге толық жауап беріп кетпейтін болса, уақытты отыратын болса, ол былай айтқанда енді қызметтік терминмен айтқанда міндетін атқарушы деген сияқты не ғой. Уақытша ертең шушық кетпесе, мен тұрған кезде жақсы болсын, мен тұрғаннан кейін келете салам деген сияқты дүние. Бұл мемлекетте көп нәрсені деградацияға жібереді деп ойлаймын біз. Бір ізділік, бір жүйелік, басталған жұмысты аяғына дейін жеткізу, ауыл шаруашылығы болсын, басқа болсын, бұл тек білім саласына ғана қатысты дүние емес бізде. Бізде қай саланы алмасаңыз да, ауыл шаруашылығы болсын, біздегі жаңағы автокөлік өндіреміз дедік, әртүрлі бағдарламалар қабылданды, 20 жыл әртүрлі субсидиялар берілді, мемлекеттің қамқорлығында болған, мысалы кешегі Азия автоның бүгін ізі де жоқ. Бізде автокөлік өндіреміз, ертең халыққа қол жетімді автокөлік, бүгінгі бағамен алғанда 3-4 миллион теңгелік елдің қол жететін автокөлік өндіреміз деген өнеркәсіп бүгін шығыста жоқ. Орында қаңқиған жаңағы қоралар ғана қалды, олардың өзі сатылып жатыр, адамдардың бәрі жоқ, жартысы істі болған, сотталған. Ал енді өндіріп жатқан автокөліктің барлығы айналып кеп, бүгін басқа елдің автокөлігіне біз тәуелді қылып, біз жинаған, біз мысалы бүгін 8 миллион теңгеден арзан автокөлік жоқ. Сол сияқты бұл барлық салада солай болып тұр. Барлық салада. Сондықтан деп ойлаймын, қазір енді бізде оқу ағарту министрі келгелі 2 жыл 2 ай болды. Не істеп жатқанын түсініксіз. Жалпы қандай шаруа атқарып жатыр? Қандай миссия қойып еді? Бір ғана мысалы мұғалімдардың бағанағы біліктілігіне байланысты категориясын 2,5 жыл болды, реттей алмай келе жатыр. Білім беру бағдарламасы 2,5 жыл болды, реттелмеді. Оқулық мәселесі реттелмейді. Не істеп жатыр? Қолынан келмей ма? Өтінішіңді бер, отставкаға кетті. Қолынан келе ме? Міне халыққа ашып көрсетті. Мен мына жерде мына деңгейге келдім. Енді мен ойлаймын, әр 6 айда кемінде бір рет есеп беру керек. Кез келген әкім, кез келген министр міне халық алдында есеп беріп, толыққанды бұқаралық ақпарат құралдарының алдында сұрақтар. Мынау депутаттық сауал деген Айеке, бұл енді мәселенің басы ғой. Бұның шешілуі ары қарай жүйелі, табанды талап ету, жұмыс керек бұған ары қарай. Мысалы біз енді осындай ұсыныстарымызды беріп отырмыз. Кеше депутаттық сауал жолдадық. Мысалы күмәнді тендер тәсілімен емес, жеке инвестордың ауқымды жобаларын қолдау арқылы мысалы салыну керек деп бірінші талабымыз. Екінші, жаңа кәсіпкерлерге мектептің бағасын арзандату үшін жаңағы бұл деген бірігіп істеп отырған шаруа ғой. Сондықтан жаңа жер телімін беріліп,
оған бір сенімді серіктестік дейді ғой. Жаңа айтып отырғандай, бүгін жерді сатып алып, оның барлығын мысалы мемлекет тарапынан қамқорлық болмайтын болса, әрине баға ол сондай қымбат болады. Енді осы депутаттық сауалымызды жолдадық. Енді осының жауабын күтіп отырмыз. Бұны жаңа тағы да айттым, біздің бұл депутаттық сауал мәселенің басы. Бұл ықпалды парламент деген нәрсе, бұл тек қана парламенттің жұмысы емес, бұл жергілікті мәслихаттардың да жұмысы. Осы мектептің құрылысына тікелей араласатын, жер телімін беретін, жергілікті бюджетті бекітетін осы мәслихаттардың тікелей құзыры. Бұл мәслихаттардың да әкімнің қол баласы болып кеткенін осы жерде айттық. Депутаттық сауал жолдадық. Тіптен мәслихаттың жиналысының күн тәртібіне дейін әкім бекітеді. Келетін әкім келе жатыр, күтіп отырмыз деп бір ауыздан дауыс беру деген үрдіс та бізде әлі күнге дейін жойылмай келе жатыр. Ол не қылған әкім тіптен бір ауыздан отырған барлық депутаттың барлығы жақсы көретін. Бірінші танымай жатып, көрмей жатып, облысқа қатысы жоқ кісілердің әкім болып келіп жатқанына дауыс береді отырып алып. Бір адам қалыс қалмайды. Бұл мен ойлаймын, Айеке, бұл ең бірінші төменнен бастап, жаңа ауылдың әкімінен бастап, ауылдың әкімі әділ өтетін болса әкімдікке, ауданның әкімі әділ өтетін болса, ертеңгі мәслихаттың депутаттары жұмған аузын ашпай, үндемей, ләппай тақсыр деп әкімнің айтқанын орындап қана отыратын болса, онда бізде тек қана мектеп емес, барлық саланың барлығы осы түбі біздің ұлттық қорды тауысып тынамыз ба деген жаман ойымыз бар. Өкінішті әрине. Еліміздің кіл қаймағын, еліміздегі ең озық, ең үлкен мекемелердің барлығын жинап, квази мемлекеттік сектор деп жаңағы бөлек қойып, оның бюджетін не мәжіліс білмейді, оның бюджетін не халық білмейді. Қалған бюджетті талқылаймыз. Біздің партиямыз 2-3 рет осы бюджетке қарсы шықты. Қарсы шыққанмен аздың жаңа дауыс шыға ма? Көпшілігі дауыспен қабылданып кетіп жатыр. Бірақ түбі бұл мектеп саласы ғана емес, жалпы байқап отырсаңыз, біздің қоғамның, біздің мемлекеттің болашағына қауіп төндіріп тұрған үлкен мәселе. Жемқорлық оның арты дерт қой. Енді мектеп бұл басталмай жатып, міне 311 жарты триллион теңге тиімсіз жоспарлау және пайдалану фактілерді. Бұл бүгін жайма шуақтандырып, жаңа айтылып отырған факты, бұның аяғы коррупция ғой, бұның аяғы қалай, немен бітетіні әлі ешкім белгісіз. Енді ана президенттің тағы бір бастамасы болды ғой, жемқорлардан қайтқан ақшаларға мектеп салу. Қазірге дейін біраз мектеп салынды. Жаңылмасам ақпараттан көрген. Енді жемқорлардан қайтқан ақшаға мектеп салып, оны да жемқорлыққа жіберсек, жемқорлардан қайтқан ақшаны қалған жемқорлар жеп жатса дейсіз ғой. Сонда бұл енді таза парадокс болады да. Жалпы жемқорлардан қайтқан қаржы деген түсінік, жалпы жемқорлардан қайтып жатқан қаржыға деген елдің сенімсіздігі тағы да бар ол. Бұл енді бір көз бояу үшін бекен бір ақпараттар шықты, осынша қаржы қайтты деп. Бірақ президенттің ең басында айтқан 162 жаңа Қазақстанға қожалық етіп отырған 162 үлкен адамдардың, мен осы әлі күнге дейін мысалы Дубайдағы үлкен жаңа Азаттық радиосының үлкен мәлімет шықты. Дубайда отырған жаңа жылжымайтын мүлік иелері, бұл енді Дубайдағы жылжымайтын мүлік деген бұл үлкен жаңа айсбергтің бізге көрініп тұрған беті ғана шығар. Қалған дүние Европаға кеткен, басқа шетел асып кеткен қаржыны, Швейцариядағы, Англиядағы деңіз. Оны бір құдай білер енді. Бірақ ол туралы бір жауап алынып, ол туралы бір жедел түрде жаңа адамдардың тергеу басталып жатқанын мен көріп отырған жоқпын. Сондықтан елдің сенімсіздігі әлі күнге дейін өте жоғары. Бұл қайтып жатқан қаржы кім? Оған комиссия деген бір оның адалдығына күмән келтірмейтін азаматтардан құралған бір комиссия болу керек. Комиссияның жұмысы да, комиссияда кімдер бар екенде жұмбақ қой енді. Кімдер бар екенде жұмбақ. Оның үстіне қандай жұмыс істеді деген жаңағы не бар ғой, порог дейді ғой, жаңағы $100 миллион деп бекітті ғой. Ол $100 миллион деген заңсыз табылған 100 миллион емес, 1000 теңге үшін жауапқа тарту керек. Заңсыз. Ол ондай баспалдақты орнатып,
100 миллионнан кем 900 миллион доллар ұрлаған адамдар кінәсіз болып шығу деген оның өзінде сұрақ көп. Енді Айеке, көп рахмет. Мынау бүгінгі жайлы мектеп, жалпы мектеп білім беру саласындағы мәселеге байланысты біздің сұранымыз, біздің өтінішімізді жерге қалдырмай келіп пікір білдіріп отырғаныңыз. Енді жалпы мектеп жетіспеу мәселесіне қозғалған дүниелер ғой, бұның бәрі өте үлкен қалалардағы жайлы мектеп. Мұның сыртында бағанағы өздеріңіздің депутаттық сауалда айтып тұрғандай, жекеменшік салаға тарту керек еді. Енді өзінен өзі ұрламайды ғой. Мемлекет жерді берсін, мысалы, қалғанын кәсіпкер өзі салсын, кәсіпкерге талап қойсын деген сияқты дүниелермен де біраз нәрсені шешуге болады деп ойлаймын. Енді ол бағыт өзімізде жұмыс істеп жүргендіктен жекеменшік білім беру секторында білеміз да, өкінішке орай қазір жекеменшік білім беру секторында қысып тастап отыр. Оның да қаржысын кешіктіріп, оның да келісімшарттарын қаржы орталықтары орындамай деген сияқты. Бұның өзі екінші күні тағы да үш ауысымды мектептердің тәуекелін тудырады. Сондықтан жалпы білім беру саласында сұрақ көп. Бұл жалпы құрылыс мәселесі жөнінде бір кішкентай бір мынандай тәжірибе. Біздің осы Ақ Жол партиясының депутаттары осыдан бір 10 шақты жыл бұрын бір ауылға футбол алаңын салайық деп келістік. Сол ауылға жігіттер, кәсіпкер азаматтар жиналып, сол құрылыспен мен өзім тікелей айналыстым. Сол жазық жатқан жерді алаңнан бастап, сол жерге футбол алаңы шетінде жаңа жаттығатын темір терсегі бар. Сондай алаңын салумен 55-те 25. Бұл енді стандарттан сәл үлкен. Бірақ осымен мына бірінші қазығынан бастап, соңғы краскісіне дейін осымен айналыстым. Сол кезде байқағаным, біздің салған жаңа спорт алаңымыз таза ғана біз салған спорт алаңы салыстырмалы түрде мемлекеттің салған спорт алаңынан 2 есе арзанға түсті. 2 есе. Мынау кәсіпкерлік көзқараспен өзіңе деген сөз бар ғой, қазақта бар ғой, мынандай мақал бар. Өзің дегенде өгіздей қара күшің бар дейді. Ол үнемдеп, сапалы нәрселер қолданып, сапалы заттар қолданып, жұмысшыларды барлығын ұйымдастырып, оптимизация дейді ғой, барынша тиімді пайдаланғанның өзінде 2 есеге қымбат шығып отыр. Сонда жергілікті әкімдіктер келіп, бізге бюджетке өткізіңіздер, осындай бағасы деген кезде мен өзім таңғалған, бұл не деген нәрсе. Егер жеке кәсіпкер салатын болса, расымен де ақшамдап, үнемдеп, бірақ сапасын кемітпей салуға болады. Оны өзіміз көзімізбен көріп отырмыз. Айеке, көп рахмет. Ұстаздық еткен жалықпас дегендей сізге табыс тілеймін. Мынау бір үлкен халықтың көзін ашу, білім беру, бұл бір үлкен сондай қасиетті жұмыс. Сізге денсаулық, табыс. Мына айтып жатқан мәселенің барлығы шешіліп, мына біздегідей біз өзімізді басқа елдермен салыстырған жақсы көреміз ғой. Біздегіде ұстаз деген сөзге лайықты азаматтарды тәрбиелеп өсіруге тілектеспіз. Рахмет. Енді не істейміз?